Қазақ халқы ғасырлар бойы қалыптасқан терең тарихы мен бай мәдениеті бар халық. Соның ішінде салт-дәстүр ұлттың рухани қазынасы, тәрбиенің қайнар көзі. Қазақтың әрбір салт-дәстүрі өмірмен тығыз байланысты. Ол адамдар арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, ұрпаққа бағыт-бағдар береді. Салт-дәстүр жаңа өмір келген сәбиді қарсы алудан басталады. Шілдехана, нәрестенің дүниеге келгенін тойлау. Одан кейін бесікке салу, тұсаукесер секілді дәстүрлер жалғасады. Бұл салттар арқылы қазақ халқы сәбидің амандығын тілеп, оны ел қатарына қосады. Жас өскен сайын қазақ халқы баланы адамгершілікке, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуге баулиды. Ол баланы сүндетке отырғызу, қыз баланы инабаттылыққа тәрбиелеу, халқымыздың ерекше көңіл бөлетін тәрбиелік дәстүрлері. Отбасы құрған кезде орындалатын қыз ұзату, құда түсу, беташар, келін түсіру секілді дәстүрлердің де маңызы зор. Бұл дәстүрлер арқылы қазақтар туыстық байланыстарды нығайтып, екі жақтың сыйластығын арттырады. Қазақ халқында үлкенге құрмет көрсету, ата-ананы қадірлеу, қонаққа ерекше көңіл бөлуде салттың бір бөлігі. Қонақ келсе, құт, қариясы бар ел, қазыналы ел деген сөздер осының дәлелі. Салт-дәстүр тек өткеннің қалдығы емес, ол қазіргі ұрпаққа өнеге. Бүгінгі таңда ұлттық құндылықтарды дәріптеп, салт-дәстүрді ұмытпау әр қазақтың парызы.